Сәлеметсіз бе? 52-ші сабақ өзіңді тексер. Білу бойынша мен үлес пен бөлшектің не екенін білемін. Бөлшекті оқып жаза аламын. Дөңгелектің боялған бөлігін көрсететін бөлшекті жаз. Мынандай дөңгелек берілген. Дөңгелегім жалпы 1, 2, 3, 4 бөлікке бөлінген. 4 бөліктің 3 бөлігі боялған деген сөзді осылай жазамыз. Келесі есеп сарымен боялған екеуі, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Бөлшегіміз 5 бөлікке бөлінген, 5 бөліктің екеуі боялған, сарға боялыптыр. Келесі есеп. Дөңгелек 1, 2, 3, 4, 5, 6-ға, дөңгелек 6-ға бөлінген, соның екеуі боялған деген сөзді білдіреді. Дөңгелек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бөлікке бөлінген бөлігін барлығын астына жазамда, боялғанын үстіне жазамын. 3 бөлігі боялған. Келесі дөңгелек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дөңгелек 10 бөлікке бөлінген, соның 6-ауы боялған. Мына 6 көппен боялған. Келесі дөңгелек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дөңгелек 11 бөлікке бөлініп, соның 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бөлігі боялған деп жауап береміз. Жақсы. Түсіну. Бөлшек бүтіннің бір немесе бірнеше бөлігін екенін түсінемін. Фигуралардың суретін дәптерге сал. Олардың бөліктерін берілген жазуға сәйкес боя деді. Жалпы бөлшек мына 6 бөлікке боялған, соның мен 2 бөлігін бояймын. Мына 2 бөлігін қызылға боядым. Сол сияқты бөлшек 9-ға бөлінген, соның 5-еуін бояу керек. Мен 5-еуін бояйын. 5 бөлігін бояп қойдым. Жақсы. Келесі бізде 3 бөлікке бөлінген, 3 бөліктің біреуі боялған деп кез келген біреуін бояп қойсақ болады. Жақсы. Қолдану. Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табамын. Есепте дейді. А есебінде 90-ның 10-нан 1 бөлігі. 90-ның 10-нан 1 бөлігі деген 90-ды бөлемін 10-ға көбейтемін 1-ге. Демек 9-ды 1-ге көбейтсем 9. Яғни 90-ның 10-нан 1 бөлігі ол 9 деген сан. Сонда 9-ы 10 рет қосатын болсам 90 шығады деген сөз білдіреді ғой. Келесі бізде 40-тың 4-тен 1 бөлігі. 40-ты 4-ке бөліп 1-ге көбейт деген сөз ғой. Сонда 10-ды 1-ге көбейтем, бізде 10 болады. 8 бұл қандай санның 6-дан 1 бөлігі. Демек 8-ді көбейтемін 6-ға, бөлемін 1-ге деген сөз. Сонда 48 бөлінген 1 бәрі 48 шығады. Яғни 48 санның 6-дан 1 бөлігі 8 болады деген сөз ғой. 6 қандай санның 5-тен 1 бөлігі. Демек 6-ға 5-ті көбейтіп 1-ге бөлем. Демек 30-ды 1-ге бөлсем 30 деген сан шығады. Келесі А есебінде санның кубын көбейтінді мен алмастыр есепте дейді. 100-ді 2-ның 3 дәрежесі деп жазайын. 100 қосылған 2-ның 3 дәрежесі деген 2-ні 3 рет жаз деп тұр. Сонда 100-ге қосамын. 8-ді 108 болады деген сөз. Келесі де бізде 80 азайту 3-тің 3 дәрежесі. Сонда 80 азайту 3-ті 3 рет көбейтеміз. 80-нен азайтам 27-ні. 10-нан 7-ні азайтсам 3, 7-ден 2-ні 5. Сонда 53 деген сан шығады. Жақсы. Талдау. Шамалар мен санның үлесін табуға берілген есептерді талдап шығара аламын. Есептің шартын оқы. Есепке дұрыс сызба таңдап, оны шығар. Таспаның ұзындығы бізде 10 метр. Оның 5-тен 1 бөлігі қиып алынды. Неше метр таспа қиып алынды? Яғни 1 бөлігі қиып алынды деп тұр. Демек, бізде шешуі 10-ды бөлемін 5-ге, көбейтемін 1-ге. Сонда 2 метр. Неше метр таспа қиып алынды? Жауабы 2 метр таспа қиып алынды. Қиып алынды. Жақсы.
жинақтау, есептерге талдау жасап шығара аламын. Мәтінге сұрақ ойластыр, есеп құрастырып оны шығара есепте. 3 көйлек тігу үшін 27 метр матаның 3-тен 1 бөлігі қиып алынды. Яғни бізде 3 көйлек тігу үшін жалпы матаның 27-те бөлемін 3-ті көбейтем 1-ге. Демек 27-ні 3-ке бөлсең 9 метр мата қиып алынды. Яғни 3 көйлекке, бірінші 3 көйлекке 9 метр мата жұмсалды. Енді есепті санды деректермен толтырып, 3 көйлек тігу үшін неше метр мата қажет? 21 метр матадан неше көйлек тігуге болады? Бізде есебінде сонда 3 көйлекке 9 метр мата жұмсалса, 21 метр матаға неше көйлек тігуге болады дейді. Тігуге болады. Сонда шешуі біз жаңа 9 метр матан әр қайсына 3 метр мата жұмсаймыз, яғни 1 көйлекке. Сонда 21 метр матаны бөлемін 3 көйлек, яғни біріншінен екінші деп қойын, сонда 7 көйлек тігуге болады. Жақсы. Демек жауабы 7 көйлек тігуге болады деп жауап береміз. Жақсы. Бағалау, шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептер шешуінің дұрыстығын тексере аламын. Оқушы есеп шығарады, боялған, ұяшық дұрыс толтырылған ба, тексер дейді. Яғни бізде бірінші 30-ды бөлемін 5-ке, яғни 6. Мына жерде 1 деп қойған 6. 6-ға 7-ні көбейтем, 6-ға 7-ні көбейтсем бізде 42. Демек, мынау дұрыс деген сөз. Так, бағасы берілген, саны құны берілген. Яғни 54-ті 6-ға бөлсем бізде 9 теңге шығады. 1 бағасы деп 9 теңге. Егер 9 теңгелік 8 дәптер алатын болса, мен 72 теңге төлеуім керек еді. Мынау бізде қате болып есептелінеді. Сонда жауабы 72 теңге болу керек еді. Жақсы балдар, сау болыңдар.